Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Ой қозғау подкастын бастағалы отырмыз. Бұл подкастта біз елімізге белгілі танымал тұлғалармен кездесулер өткізіп, олардың еліміздің қоғамдық, әлеуметтік, мәдени, ғылыми даму барысындағы әртүрлі өзекті мәселелерді талқылаймыз. Сараптамалық ой пікірлерін тыңдаймыз. Бүгінгі біздің подкасттың қонағы биология ғылымдарының докторы, ұлттық аграрлық ғылым академиясының академигі Айып Рашидұлы Ысқақов. Айып Рашидұлы біздің хабарымызды қарсы алып, қабыл алып, біздің подкасттың қонағы болуға келісім берген үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Айып Рашидұлы осы Қазақстанға ауыл шаруашылық ғылымында, оның ішінде биология ғылымында, биология ғылымының өте заманауи бір бағыты, терең ғылым болып саналатын биотехнология ғылымының көрнекті өкілі. Жаңа мен айтып өттім, осы Қазақстанның белгілі биолог ғалымдарының бірі. Мәскеу қаласында ғылыми тағылымдама өтіп, аспирантураны бітіріп, сол жерде өзінің ғылыми диссертациясын қорғаған. Содан кейін елге оралып, көптеген ғылыми жұмыстар жүргізіп, шәкірттер тәрбиелеп және ғылыми орталықтарды басқарған. Олардың барлығын енді біз әңгіме барысында айта жатармыз. Енді Абай атамыздың айтқан сөзі бар ғой. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа, ғылым сүйсеңіз деп. Шын мәнінде ғылым жолы ол өзге жол, ғылым білім ол инемен құдық қазғандай деп айтады. Сондықтан осы ғылым жолындағы Айып Рашидұлының өткен еңбектерін, өткен өмір жолын бір тыңдап, өзімізге бір көп тағылымды мәліметтер аламыз деп ойлаймын. Айып Рашидұлы, енді өзіңіз, мен айтпай-ақ қояйын, өзіңіз сөз басында өзіңіздің осы еңбек жолыңыз туралы біраз айтып берсеңіз. Рахмет. Еңбек жолы дегенде ауыл баласы үшін еңбек ауылдан бала кезден басталады ғой. Менің еңбек жолым сол жақын қарағанда 3-ші сыныптан басталды деп айтамын. Сол кезде бізді егіс алаңдарын тазалауға пайдаланатын, сонда алғаш 3 сом ақша тапқан әлі есімнен кетпейді. Еңбек жолы мен содан басталды деп ойлаймын. Ал енді мынау ресми еңбек жолы жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін 1981 жылы Қазақ ауыл шаруашылығы институтының агрономия факультетін бітіргеннен кейін Вильямс атындағы қазақ егіншілік ғылыми зерттеу институтына жұмысқа тұрдым. Мен ресми жұмысым содан басталды. Ол кезде мен сол институттың жаздық бидай селекциясы бөлімінде бастадым. Сол кезде керемет мықты үлкен ғалымдарға кездестім. Соның бірі Удольская Надежда Львовна деген керемет мықты ғалым болды, Вавиловтермен жұмыс істеген. Одан кейін Рақмал Мабекұлы Оразалиев ағамыз жақында 90-ға толып өткен. Институтымыздың директоры Ислам Абуалиш Абуғалиев, және оларды қатарын көбейту беруге болады. Мен сондай үлкен адамдардың ортасына түстім. Ұстаздарыңыз ғой енді. Иә, Құдайға шүкір, үлкен ғылыми ортаға түстім. Олар енді сол алғашқы кезде менің талпынысымды бағалап, 2 жылдан кейін Москваға аспирантураға жіберді. Сонда Москвадағы ғылым академиясының жанындағы Николай Иванович Вавилов атындағы жалпы генетика институты бар. Сода директор Алексей Алексеев Созинов деген бүкіл республикадан хат жіберіп, осында бізге өздерінің болашағын үміт күтетін жастарын жіберіңдер деді. Соның бірі болып мен де бардым. Ол кезде мына Орта Азиядан, Кавказдан, басқа республикадан бәріміз сол жерде зерттеулер жасадық. Мен енді шынын айту керек, басқа кезінде барғанда мен жаздық бидай селекциясымен айналысам, соны зерттеймін деп барғам. Бірақ маған сол зерттеу бағытын өзгертіп, сонда маған биотехнологиямен айналысуға ұсынды арпамен. Ол кезде менде күмән болды. Себебі Қазақстанда әлі ғылым дамымаған кез. Бірақ соған қарамай Алексей Алексеевич айтты, ол ғылымның болашағы, үйренесің, соған кіріс деді. Сосын менің екінші ғылыми жетекшім Америкадан тағылымдамадан өтіп келген Александр Константинович Гапоника болды. Гапоника деген келесі Тимофей Ревсовский деген мықты ғалым болған. Орысша айтқанда теория мишенінің авторы. Соның шәкірті болған. Міне Құдайға шүкір, сол кісілердің зертханасына түсіп, жаңадан бағытты игеру тура келді. Әсіресе мынау біз әдетте
өсімдік тұқымынан өсіреміз ғой. Ол жерде маған анау жасушаларынан әлі дамымаған ұрығынан алып, оны шыны түтіктен өсіріп, содан жаңа өсімдік алу керек болды. Екіншіден, оның бойында шыны түтік өскенде қандай өзгерістер болады, қалыс кезінде қандай құбылыстар болады, соны зерттеу керек болды. Мен оның хромосомаларын зерттедім, басқа да қасиеттерін зерттедім, одан өсімдік алып, оны далаға шығып көбейттім. Содан кейін олардың бойында қандай өзгерістер бар, жаңа қандай қасиеттер пайда болды. Оның ішінен біз сорт шығаруға қандай қасиетін аламыз бе деген көптеген зерттеулер жасадық. Сонда Москваның түбіндегі Немченко деген жер бар. Сол жерде далалық жылыжайдан кейін сол далалық зерттеулер жүргіздік. Соның аяғында сол тұқымдарды далада қалмасын деп өзімізді Қазақстанға келіп, өзіміздің үйске егіп, түбінде Құдайға шүкір бастама Ақжол деген сортқа ұласты. Сонда анау жаңа пробиркада өсірген сол өсінділерді алып келіп Қазақстанға ектіңіз. Иә, өсіп көбейткеннен кейін. Ол кезде ғылымда жаңа бағыты самоклан алдық, өзгерістік деген болды. Әдетте мысалы біз селекция үшін бастапқы материал алу керек. Оны мысалы біз будандастыру арқылы аламыз, немесе мутагенез арқылы аламыз, химиялық, радиациялық мутагенез дейді. Ал біздің бағытымыз оны жасанды қоректі өрті өсіру арқылы, культура клетка дейді, клетка культурасы арқылы пайда болатын самокландық өзгергіш деген жаңа бағыт. Керемет, иә, өте. 1981 жылы Австралияның ғалымдары Ларкис Кроуфорд сенсация жасады. Соны самоклондық өзгеріс болады дегеннен кейін барлық әлем ғалымдар соған кірісе бастады. Міне сол бағытта арпаны зерттеуге менің еншіме тиді. Құдайға шүкір, мен осындай зерттеулердің басы-басында жүрдік. Кейін Theoretical Applied Genetics деген үлкен ғылыми журналға мақалаларымыз шықты. Сонымен нәтижесінде 89 жылы кандидаттық диссертация қорғап, еліме қайтып келдім. Өте жақсы. Енді шынында да сіздің мынау ғылым жолындағы жолыңыз бір ашық болған екен. Шынында да біріншіден сонау Америкадан тағылымдама өткен жаңа Гапоненко дедіңіз ғой. Сол кісінің жетекші болуы, Қазақстанда жаңа өзіңіз айтып өткен ұстаздардың, басшылардың сізді сол Мәскеуге жолдама беріп жіберуі, сізді енді ғалым болып осындай деңгейге көтеруіңізге бір алғашқы жолашар сондай қадамдар болған екен. Тамаша. Сәтімен енді біз сол арқылы енді Қазақстанға өзінің кәдімгідей ғылыми пайдасын тигізген ғалымды алдық. Ол қасымызда отыр, Әйіп Рашидұлы Ысқақов. Кеше ғана менен сөз басында айта кетейін. Мынау хабар телеарнасында осы Әйіп Рашидұлы Ысқақов туралы арнайы өмір өрнегі деген хабар жүргізілді. Дана Нұржігіт елімізге белгілі журналист өзі жүргізіп, шынында да қазір мынау телеарналарда, хабарларда көбіне мынау жұлдыздар деп әншілерді, сол сахнада жүрген тұлғаларды көбіне шығарып жатамыз да, солармен сұхбат құрып жатамыз. Мен енді осы Дана Нұржігіт қанымға риза болғаным, осындай ғалымдармен сұхбат, ғалым туралы сұхбат, арнайы хабар түсіргеніне риза болдық. Алдағы уақытта біздің телеарналарда осындай хабарлардың саны көбейіп жатса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Сол хабар үстінде енді Әйіп Рашидұлы өзіңіз туралы көп мәліметтер берілді, өзіңіз көп жақсы сұхбат бердіңіз, қасыңыздағы әріптестер оған қатысты. Енді сіз жаңа ұстаздарыңыз туралы айтып жатсыз ғой, енді ұстаз жақсының ұстанымы жақсы деп, мектеп кезіндегі, бала кезіндегі ұстаздарыңыз туралы да айттыңыз. Енді бәріміз мектептен тәлім тәрбие алып өстік. Сол алғашқы ұстазыңыз туралы айта кетіңізші. Енді Құдайға шүкір, мынау бала кезімізден сондай бір керемет жақсы жерде дүниеге келдік, аңызға толы. Үкіл Ыбырайдың, Ақан серінің елдерінде, керемет. Үкі Құлсары әулиенің жерінде, сол жерлерде үлкен қазыналы қарттарды көріп өстік. Және мектепке келгенде сондай ұстаздарда болдық. Ол жерде тағы да бір Алланың қалауы бойынша ауылға қайтып келдік. Мен бірінші класты қалада, Қызылжар қаласында интернетте бастағам. Бірақ екінші кластың басында мені ауылға қайтарып алды әке шешем. Ойлаймын, бұл өмірімде үлкен бір бетұрыс болған сияқты. Себебі мен ауылда өстім. Ауылдың еңбегіне шынықтым. Және біздің мектебіміздің директоры Әбжан Қожабеков деген
Каспийді бітірген керемет ұлықты ұстаз еді. Ол кезде ол Алматыдан бітіріп бару деген солтүстік Қазақстанға сирек қой енді. Және ол ана Герольд Бергермен бірге өскен. Мәссаған. Бізге сол кезде мектеп кезінде айтатын Гера біздің деп. Евлен Букетовпен аралас болған. Міне мектепте жүргенде сондай кісілерді біз біліп өстік. Екіншіден 76 жылы мынау Мұрат Айтқожин жерлесіміз Ленин сыйлығын ауратқан алғанда мынау биология деген керемет дүрілдеді. Міне соған биологиядан қызығушылық содан пайда болды. Одан кейін вавиловкадан қызығушылық пайда болды. Ғылым жағынан осы. Ал енді мынау әдебиет жағынан менің класс жетекшім Саркен Құлмағанбетов деген болды. Мына Есмағамбет Исмайыловтың шәкірті болған. Филолог, Казгуды бітірген. Сол да біздің ауылға келіп, бізге әдебиеттен сабақ беретін. Және ол бір қызығы неміс тілінде сабақ беретін. Және олар адамды, балаларды, бақшаларды бағалап, қолдап отыратын. Сол кезде 8-ші класста класс жетекші болып келгеннен кейін маған айтқаны, Исқақов, сен балалықты ғой, мектепті медальмен бітіруің керек деді. Міне 8-ші класстан бастап, сол қадағалап отыр, мен сол кезде Құдайға шүкір, осы жолыма түсуге себеп болды. Сол мектепті бітіргеннен кейін 6 медаль алғаннан кейін ауылға шақырады, оқушылармен кездесеміз, сонда қоятындары, сен енді ары қарай ғылым жолында түсуің керек, ғылымға баруың керек деп бақыттап отыр. Міне Құдайға шүкір сондай ұстаздар болды. Өте жақсы. Менде есіме түсіп жатыр. Менде мектепті 6 медальмен бітіргем. Айып Рашидұлы енді шынында да сол кездегі мектепті медальмен бітіру деген өте сирек еді ғой, 6 медальмен. Қазір енді өте көп, шамалы құнын түсіріп алған сияқтымыз. Ал енді сол кезде мектепті 6 медальмен бітірген балалар сөз жоқ, кәдімгі ғалым болып үлкен тұлғаға айналғанына ешқандай күмән жоқ. Соның бірі енді өзіңіз. Ауылдық жерде өсіп, сондай ұстаздан тәлім тәрбие алып, енді арман қылып Алматыға барып, ол жерде енді өзіңіз өткен бір әңгімеде айттыңыз. Енді үлкен, мысалы мен Казгу дейміз ғой, сол кезде Киров атындағы мемлекеттік университеттің химия факультетіне түстім. Өте қиын факультетке. Бірақ сіз енді аграрлық университет, қазір бұрын ауыл шаруашылығы институты деп аталады ғой, соның факультетіне түсіп білім алыпсыз. Бірақ сол ауыл шаруашылығы институтында оқи жүріп, бірақ мынау қазақтың рухани әлеміне, ғылыми әлеміне сол бала кезден бастап құштар болған сияқтысыз. Яғни көптеген жаңағы рухани кештерге, әдеби кештерге, театрларға барып, сол жерде де біраз өзіңіздің мынау жан-жақты қабілетті болуға, қазақтың руханиятына бір құлаш сермеп, соған тереңінен бір бойлап, соны біліп, көңіліңізге түйіп өсетіндей де бір қадамдарыңыз болған сияқты. Сол жағы да маған қызық болып тұр, соны бір айтып өтсеңіз. Рахмет. Мен өте жақсы көретін сұрағым. Себебі мен мектеп бітіріп жатқанда оқуға барар кезде менің алдымда дилемма тұрды. Мен өзім мысалы әкемнің ақылымен агроном болам дедім. Себебі агроном деген болашақ совхоз бастығы. Ал енді менің ұстаздарым бір ойлар айтты, сен әдебиет жағына барсайшы деген. Бірақ түпті сол агроном болдым. Мен оған өкінбеймін. Себебі мынау Кәрім Мыңбаевтың үлкен ғалым, ол да бір жас кезінде өлеңге құмар болған екен. Сол оқу таңдаған кезде Сәкен Сейфуллинмен ақтасқанда Сәкен Сейфуллин өзіңе кәсіп болатын бір мамандық алсайшы деген екен. Сол өмірімде сол жол менде қайталанды. Кейін Алматы оқуға түскеннен кейін мен шынын айту керек, лекция жазуға немесе сабақтар тыңдауға онша құштарым болмады. Себебі маған олар қызықсыз секілді көрінді. Маған қызығы болатын ақын жазушылармен кездесулерге, театрларға баруға, сонда түйген ойларымды мына лекцияның орнында сабақ үстінде жазып отыратұғым. Сол кезде студент кезімде тағы бір айтетінім, біз енді бәріміз орысша оқыдық қой. Менің ана қатты қиылып жататын, неге қазақша сөйлемейміз, неге қазақша жоқ. Мен күнделіктерін бәрін қазақша жазамын, кездесулерін бәрін ұйымдастырамын. Сосын балаларымыздың ортасында соны ұйымдастырып жүрдім. Мен бір ерекше мақтанып айтатын 1980 жылы мәдениетіміз 100-ге толды. Сонда анау консерваторияда Сапарғали, Қалижан Бекқожа, сол секілді Әшімбек, Бектас бүгін ақсақалдар соны атап өткізді. Содан кейін жатақханаға келген ой туды, біз неге факультет атап өткізбейміз деп. Сосын ана Пушкин кітапханасына барып,
Мына іле жаққа. Қазір абай Қазір ұлттық кітапхана. ұлттық кітапхана. Бұрын Пушкинде өтілетін. Соған барып, отырып, мына зерттеп, мәдениетіміз туралы деректерді жинап, сценарийін дайындап, сосын 5 курс аралап, өлең шығаратындар жігіттерді жинап, Әшімбек атамызды шақырып, сөйтіп бір кеш өткізгенбіз. Тағы бір айтатыным, мына жемпеймен кештер өткіземіз ғой. Қыздар педагогикалық институтымен жемпей дейтұғымыз о кезде. Сондағы жаңа жыл баз маскаратын өткізіп, соның бәрі сценариймен қазақша жазамын. Мен өзім аязаты болуым керек. Анау Ақшақар деп бір Баршакөлден әп-әдемі бір қызды алып келіпті, ұзын бұрымды қыз. Бірақ ана қызым орысша сөйлейді екен. Соны қазақша үйреттім ғой. Аға, я не могу, этому ничего страшного, выучить. Сөйтіп, сонымен ағада қазақша өткізіп жүрді барлық. Поэзия кештерін өткіземіз. Сосын тағы бір маған үлкен әсер берген Мұхтар Әуезов атындағы музейдегі халық университеті. Міне әр аптаның жұмасы, 2 аптаның жұмасында кешкі 5:30 болатын. Мені жібермейді оған. Рахмақұл Бердібаевтың қандай керемет лекцияларын тыңдадық. Сол жерде қандай ғұлама адамдармен кездестік. Әлкем Аруланды сол жерде көрдік. Әнуар Әлімжановты, Баламир Сахариевті, олар тізімі көп айта беруге болады. Сонымен бірге тағы бір ерекше есіме қалғаны, сонда мына ақындардың айтысы болатын. Соны Мұқаш Байбатыр, Манап Көкенов, Әлімқұл Жамболов, Надежда Лушникова, сондайлар көретұғымыз, айтыстарды тыңдайтұғымыз. Сонда Қасымхан Бегмановтың қазір белгілі ақын, сол кезде жас жігіт, соның өлеңдері шығып жүретін ортаға. Міне сол орта кәдімгідей керемет үлкен әсері болды. Сол рухани қалыптасу мәтен болып мен енді солтүстіктен келдім. Яғни Алматының Алатауын көріп бір мәз болсақ, осы енді Алатауның су мәдениетін көріп, кәдімгі рухани байлып, сол азамат болып қалыптасым үлкен рөл болды. Міне енді көріп отырсыздар, Айып Рашидұлы сол студент кезінен, бала кезінен бастап, біріншіден өзінің ана тілін қадірлеп, ұлтымыздың мәдениетін, рухани әлемін қадірлеп, соған қатты құлшыныс, құштарлық танытқан екен. Соның арқасында одан Айып жаман болған жоқ. Қазір шын мәнінде ұлтқа қызмет етіп, көптеген өзінің шығармашылық еңбектерімен көзге түсіп жүр. Қазір өкінішке орай осындай жаңа өзіңіз айтып отқан рухани бір кештер, студенттермен ақындардың, жазушылардың, өнер тұлғаларының кездесулері көп бола бермейді өкінішке орай. Шында да бізде сол Казгуде оқыған кезде жатақханамызға Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев келген. Сонда Тұманбай Молдағалиевтің бір айтқан есімде, мені шақырғанда мына химиктер мені неменеге шақырып жатыр, химиктер не біледі поэзиядан деп, сөйтіп шамалы күмәнданып келген екен. Біраздан кейін ол өзінің өлеңін оқыды, сосын біздің химик жігіттер, қыздар Тұманбайдың өлеңін, өзінің өлеңдерін оқи бастағанда таңғалып, артынан бәріміз құшақтап риза болғаны бар. Шынында да сол кездегі студенттер осындай болатын. Енді осы үрдіс қазірде жалғасын тапса дейміз, жастарымыз, оның ішінде біздің мынау рухани тұлғаларымыз жастарға өзінің өнегесін көрсетіп, осындай көбірек кездесулерге барып, сұхбаттасып, пікір алмасып, жастарды тыңдап, оларға ақыл кеңесін беріп жатса, әрине бұл бір жақсы үрдіс болған болар еді. Сондай кездесулерді көбейтуге шақырамын, осы подкастты пайдаланып. Енді Айып Рашидұлы, сіздің өміріңіздің әртүрлі қилы кезеңдері туралы айта беруге болады. Енді сіз қазір ғылым доктор есебінде, осы ұлттық аграрлық академия есебінде, әлеуметтік желілерде, баспасөз беттерінде көптеген өзіңіздің пікірлеріңізді білдіріп жүресіз. Сын пікірлеріңіз біраз бар, мен оны білемін. Сондықтан әркім өзінің жүрген саласындағы саласына бір сарапшылық пікір болады ғой. Яғни сол жерде несі оң болып жатыр, несі теріс болып жатыр, артықшылығы, кемшілігі дегенді саралап көріп, пікірлерін айтатын ол заңды нәрсе. Өзімде мен білім саласында жүргендіктен сондай ылғи пікірлер айтып жүреміз. Осы қазіргі біздің аграрлық ғылымның дамуы, енді аграрлық ауыл шаруашылығының дамуы десек, ол тым көп кең ауқымды әңгіме болып кетер. Мүмкін сәтіге өтсе оны да айта жөн болар еді. Жалпы аграрлық ғылымға
ғылымның дамуында қазір қандай үрдістер бар, қандай кемшін тұстары бар, оны қалай түзетуге болады, осы туралы ой пікіріңіз бізге маңызды болып тұр. Енді бұл өте жанды ауыр тиетін сұрақ. Себебі біз ғалымдар өз көптеген жылдар болды, осы бір ғылым дамуында дағдарысты бастан кешудеміз. Бірінші кезекте мен ойлаймын, мынау ғылымды басқарудағы жүйесіздік. Мынау жүйе басшылар ауысу, ұйымдар ауысу. Міне осыдан бәрі басталады. Оның кейбір сол басшылыққа ғылымды білмейтін адамдар келіп жатқан жағдайлар бар. Оның неше түрлерін көрдік. Мынау өздері мойындайтын, яғни ученый, я кризис менеджер деп келгендер де бар. Бірақ бір жылдан кейін бәрі қашып кетіп жатады. Ғалымдар қаншама ұсыныстар жасады, қаншама ұсыныстар жолдаулар бердік. Бірақ өкінішке орай шақырып алып, осыны талқылайық, жасайық деген ойлары жоқ. Неше түрлі прожектор жасады, бір бенчмарк деген шықты, форсайтный исследование жасап жатырмыз дейді. Әйтеуір қазір жай қарасақ, үйткенбіз, бүйткенбіз, анамен кездестік, мынамен кездестік, ана делегация қабылдадық деген сондай бір қаптаған желдер. Ал ғылымға келіп жатқанда осы жағынан нәтиже жоқ. Екінші кемшілік, басқа ғылымдарды білмеймін, аграрлық ғылымда қаржыландыру жүйесіздігі. Қазір жасап жатқан мынау 3 жылдық бағдарлама аграрлық ғылымның ерекшелігіне сәйкес келмейді. Себебі аграрлық ғылым үздіксіз ғылым, әсіресе соның ішінде селекция, сорт шығару дейді. Содан кейін соның барлығын қазір инфактор, хирші деп соған әкеп тіреп қойды да, қазір ол жерде ғылымды емес, оның қағазы бағалайтын жаман болды. Тіпті мысалы ғалым алдыңызда отырса да, сөйлеп отырса да, ойын бәрін дәлдеп отырса, оны хирш жасып, инфактор болмаса, ол түк емес. Міне сондай бір жүйеге ауысып кеттік. Ол енді үшінші сұрағым, бұл адамды өзі бағалаудан қалдық біз. Қазір мен мысалы өз басым көптеген елдерде стажировка өттім. Үлкен жобаларда істедім. 5 жыл дүниежүзілік банкінің проектін басқардым. Былтыр ғана бітті, одан кейін 8 жыл тағы қарғалар кеңестің мүшесі болдым. Түркияда стажировкада болдым. Көптеген Жапонияда болдым, соншама ұсыныстарды жаздым. 2004 жылы мен ФАО-ның тапсырмасымен селекция технологияның соның обзорны дейді орысша айтқанда шолу бағдарламасына жасағам. Осына нәтиже болды. Соны қайталайық деп бірнеше рет жоғары жақ ұсыныс бердім. Тек қана бір министрліктен ғана жоба келді. Осыдан 4-5 жыл бұрын рахмет келді, жауап. Бірақ формальный жауап болды. Міне өкінішке орай бізде осындай бір үш мәселе кемістік. Біріншіден басқару жүйесіндегі жүйесіздік, екінші қаржыландырудың аграрлық ерекшелігіне келмейтіні, үшіншіден мынау біздің нақты білетін адамдарды бағаламау. Ал енді осыдан туатын ой салдары, қазір мына ғылым негізі бақыты тенденциялары бізде уақытша болып кетті барлығы. Бір стратегиялық жоспарлау жоқ. Қазір біздегі таңертең Таласбек Омаровтың жылан қиысы деген әңгімесін оқыдым. Сонда жазады, біздің қазақтың ежелден келе жатқан бүкіл өмір салты экология бірінші кезекке қойған екен дейді. Қазіргі мына біздің ауыл шаруашылығының жүру саласы экология мүлдем қарама-қайшы. Мен қазір мысалы мынау архивтерге барып, қазір ғылым мұрасын зерттеп жатырмын. Соны қарап отырсаңыз, ол кездегі бірінші кезектегі биологиялық тәсілдер қолдану. Органикалық деген сол жылдар 20-30 жылдар айтып өткен. Ал қазір бізде қаптаған химиямыз, қазір мықты жуан техникалар. Ал енді сол кездегі өнімдік шығымдылығымен қазір салып қарасаң, соншама көтеріп жатқан ештеңе жоқ. Тағы бір масқарасы, бұрын біздің жазық бидайымыз күшті қатты деген болатын. Қандай дедің? Күшті және қатты бидай. Күшті және қатты. Анау қамырлығы клейковина дейміз, 20-тен төмен болмайтын. Сапасы. Қазір сапасы. Қазір біз 23-ке жетпей қалдық. Яғни біздің бидайымыздың сапасы төмен түсіп кетті. Ол өзі Қазақстан бренді болатын. Міне көрдіңіздер ме, міне осындай салдарға алып келді. Қазір енді бәрін нарық шешеміз дейміз де, соны ақшадан билетіп қойды. Содан кейін тағы бір жері, адам өзінің біліктілігін, білімін пайдалануға емес, қандай ақша бар, сол жерде қайсы пайда болады, соған жүгіріп кетті. Қазір субсидия бәле болды. Міне сол жағынан шашып жатыр үкіметтің ақшасын.
Ал нәтижесі қалай бар? Қандай пайда келіп жатыр? Ол жағына жауап беріп жатқан адамдар өкінішке орай аз. Өте өкінішті, Айып Рашидұлы көп мәселені атап өттіңіз. Енді әрбір айтқан пікіріңіздің өзі өте салмақты. Шын мәнінде мына басқару жүйесіндегі осы тұрақсыздық, кадрлардың көлденең келетін көк атты дейміз ғой. Кейбір кадрлардың қайдан келіп, неге келгенін білмей қалатын жағдайлар болады. Одан пайдасынан зияны көп болып жатады. Өкінішке орай бұл басқа да салаларда болып жатады. Енді мемлекеттік саясатта әлгі кадр бәрін шешеді деген қағиданы біз еш уақыт ұмытпауымыз керек. Оның ішінде енді басқарушы сол саланың маманы, сол салаға жаны ашитын, жаны ауыратын, сол саладағы жаңағыдай ғалымдардың басын қосып, соларды тыңдай білетін, соларға өзін тыңдата білетін және оларды тыңдай білетін бір командада жұмыс істеуге лайықты, соған мүдделі адам болмаса, шын мәнінде де әркім әр жаққа тартатын болса. Иә, шынында да дұрыс айттыңыз. Ғалымдарды тыңдап, ғалымдармен сұхбатта пікір алмасу, солардың пікірін тыңдау, бұл кез келген сала үшін өте маңызды нәрсе. Көптеген дамыған елдердің барлығы ғылымға сүйене отырып дамып жатыр. Ал енді жаңағы ақшаға мүдделік таныту, уақытша бір жаңағы жақсы уақытша үрдістер, ол еш уақытта тұрақтылық алып келмейді. Сондықтан өте өзекті мәселелерді айтып өттіңіз. Енді Айып Рашидұлы, сіз осы аграрлық ғылымның қазіргі дамуындағы кемшіліктерді айтып отырсыз. Осы тұрғыдан алғанда сіз енді көптеген мынау осы аграрлық ғылым болсын, жалпы мемлекеттік басқаруда үлкен тұлғалық деңгейге көтеріліп, қазағымыздың көрнекті қайраткерлеріне айналған азаматтардың өмір жолын зерттеп, зерделеп, соған біраз еңбек сіңіріп жүрсіз. Соның ішінде мынау Кәрім Мыңбаевтың өнегелі өмір жолы туралы кәдімгідей көп еңбек жасап жатсыз. Оны мен біраз шет жағасын білемін. Тағы да басқа тұлғалар туралы сол кісілердің өмір жолын, тұлғалық қадір қасиеттерін зерттеудегі сіздің мақсатыңызды білгім келеді. Бірінші кезектегі мәнаты жоғарыда айтқаннан кейін мен өзім түсінгенім, мен қазір ғылымға керек болмай қалдым. Бірақ мынау бойдағы білімді сіздің қиыршаңыз жоқ, скопусыңыз аз болу керек шамасы. Иә, ондай мен онымен неткен жоқпын. Мен ондайға көңіл бөлген жоқпын. Сондықтан қазір мен өзім қоғамда өзім орын табу үшін қазір мен жаңа бағыт таптым. Ол ғалымның мұрасы деген. Мысалы мен қазіргі архивте, мұражайда жұмыс істеп, солар қарап отырмын. Бұл алғаш, бұл ой менде 1993 жыл туды. Сол жылы мына зерде екен, сол кезде журнал шығатын, бұрынғы білім және еңбек. Соның бас редакторы марқұм Әшірбек Амангелдиев деген керемет бір зиялы азамат еді. Сол екеуміз жақсы қарым-қатынаста болдық. Сол маған кәдімгідей мені танып, сол маған тапсырма беретін, әдебиетке құштарлығымды білді. Сол мен әртүрлі бағыттарды жазып жүрдім. Сол кезде 93 жылы шөл даланы гүлдендірді армандаған ғалым деп Кәрім Мыңбаев туралы алғашқы мақалам шықты. Ол кезде ол кісі мен енді ғана танып атқан кезім, бірақ оған дейін мен Вавиловтың үстінде оққаннан кейін сол кездегі ғылымдағы әртүрлі қарама-қайшылықтарды сол кезде біліп өскем. Сол енді Қазақстанда қалай болды екен деген кезде алдынан Кәрім шықты. Ары қарай жіптің бірінші ұстағаннан кейін ары қарай тарта берсеңіз бұл үлкен қазына екен. Бұның біріншіден мынау Кәрім Мыңбаевтың еңбектерін қалап көтеру, өз алдына оның артына үлкен мұралар қалған. Оның қазір үлкені Жапар деген Америкада тұрады, қызы Ала дегенде ақшта тұрады. Қазір солармен хабарласып тұрамыз. Олар немерелер қазір Санкт-Петербургта тұрады. Сосын Вирге барып, Кәрім Мыңбаевтың құжаттарын тексеріп қайттық. Қарағанды облысында ғой, Қарағанды облысында ғой, Қарағанды туған жер Қарағанды облысы Нұра ауданында. Нұра ауданы. Нұра ауданында. Осы Құдай берсе мынау 3 мектеп қазір Кәрім Мыңбаевтың атында. Соны бір Астана қаласындағы 59-шы мектеп. Тамаша. Сол кәні 22-ші қаңтарға соған бір конференция қойып отыр. Кәрім Мыңбаев келесі жылы 120-ға толады. Міне менің мақсатым осы Астанада болады, Астанада болады, мектептің базасында болады. Сол кәдімгі бағдарламасын алып, мынау Жабай Қалиев,
Иткали Дүйсен деген екі ғалым адамдар кітаптар жазды. Соны біз арқаны жалғастырып, осы ғалымды арғай дәріптеу. Ол жерде мен нені көрем? Біріншіден, өмір қарап отырсаңыз адамға керемет үлгі беретін нәрсе. Бірінші кезекте ол кісі Ленинградта оқиды. Вавиловқа барып, Вавиловпен кетеді. Қай жылдары? Ол 36 жылдары. Кәдімгі репрессияның болып жатқан кезінде. Иә. Сол кезде Вавилов репрессияға ұшырағаннан кейін бұл Кәрім Мыңбаев қиын жағдайда қалады. Сосын 40-шы жылы ток кандидатын қорғайды. Сосын 41-ші жылы соғыс басталғанда ол Ленинградта соғыста болады. Анау халық жасақшылары құрамында блокада кезінде соғысады. Сол кезде Жамбыл Жабай атамыз хат жазды ғой, Ленинград өрен деп, соған жауап жазған. Ал енді мынау елімізде тағы бір үлкен тұлға Шаяхметов деген болды. Жұмабай Шаяхметов екінші хатшы, соғыс кезінде мына тылдың жұмысын ұйымдастыруға жауапты болатын. Оның негізгі мақсаты жерде біздің қандай тұлғалар бар деп, соны кәдімгідей тізімін жасап жүреді екен. Сөйтіп бұл Кәрім Мыңбаевты тауып алып, сосын жоғары жағы арқылы оны соғыстан қайтарып алады. 42-ші жылы Кәрім Мыңбаев Қазақстан қайтып келеді, Госпланға орынбасар болады. Бұл бір. Екінші, сонда қиын жұмыстың үстінде жүріп, ол докторлық қорға кандидат жұмысы қойған жоқ. Көксағыз деген зерттеді. Көксағыз деген одан каучук алады. Ол мынау әртүрлі бағалы заттар болған жақсы. Оны танкының бұрынына қосады. Одан әртүрлі резинкалар дайындайды. Соны зерттеді. Үлкен жұмыс өз алдына ғылымын тастаған жоқ. Сөйтіп жүріп 44-ші жылы Москвада докторлық диссертация қорғайды. Соғыс қайнаған кезде. Соған Баукеңдер, Бауыржан Момышұлылар қатысады. Соған керемет қашып қалады. Сонымен тағы бір таңғалатыным, сол кезде біздің қазақтың зиялылары керемет ұйымшылдығы. Қазір Сәбит Мұқановтың, Мұхтар Әуезовтердің, сол анау Кәрім Мыңбаев туралы айтқандар ерекше. Бауыржан Момышұлы келіні Зейнеп Ахметоваға, сен Кәрім Мыңбаевты білмеген үшін сен атонологсың, сен филолог емессің депті. Қазақтың шыққан бірінші биолог доктор Кәрім Мыңбаевты бәрі керек деген. Соны қарап отырсаңыз, ол бір үшінші 46-шы жылы бетпақталаны зерттейді. Бетпақтала дегеніміз қазір белгілі әлі көп пайдаланбайды жатқан жер. Қазірде бетпақтала ғой ол енді? Қазірде бетпақтала. Сол кезде Кәрім Мыңбаев 47-ші жылы 2 ай бойы соны кесіп шығады. 3 машинамен. Жай оралаған. Қандай шөптер өсіп тұр, қандай сулары бар, бұрын қалай болды, адамдары қандай. Соны жанында экспедициямен өзі аралап шығады. Сонда аяғында керемет әдемі еңбек қалдырады. Міне осыны тұлғаны қазір біз тереңірек білуіміз керек. Сол сияқты бұл қатарды жалғастыра беру келеді. Мысалы анау Бияшев деген болды академик. Кәрім Мыңбаев Ташкентте бірге оққан, кейін Алматыда бірге қызмет істеген. Қылыш Бабаев деген болды. Өкінішке орай 48-ші жылы Кәрім Мыңбаев, Қылыш Бабаев тағы да Қазақстан ғалымы Москваға ұшып бара жатқанда жолда ұшақ апатынан қаза табады. Міне бір қайғылы кезең осындай болды. Сондықтан менің мақсатым соларды кәдімгі зерттеп, халыққа таныстыру. Өте жақсы. Айып Рашидұлының жан-жақты азамат екенін көріп отырсыздар. Әлгі 8 қырлы бір сырлы дейді ғой. Өзі биолог ғалым, ауыл шаруашылығы маманы бола отырып, осындай рухани әлемге ақын жазушыларды да, өнер адамдарын, ғалымдардың барлығын зерттеліп, соған үлкен көңіл бөліп жүр. Алдағы уақытта осы қаңтар айында болатын сол Кәрім Мыңбаевтың 120 жасына арналған конференцияға бәріміз де қатысқанымыз дұрыс болар. Осы қазақтың ғылымына еңбек сіңірген алғашқы биологиядан ғылым докторы, сондай қиын қыстау кезеңде ғылымды тастамай, ол кісінің еңбектері, ол кісінің мұралары қазірге дейін біздің еліміздің дамуына сөз жоқ, өз үлесін тидіріп жатыр деп айтуға болады. Енді Айып Рашидұлы, сіз жаңа шет жағасын атап өттіңіз. Америка құрама штатында да, Жапонияда бірнеше рет, Оңтүстік Кореяда бірнеше рет, енді басқа елдердің барлығында болып, осы ғылым жолындағы тағылымдамадан өттіңіз. Көптеген ғалымдармен
достық қарым-қатынаста болып, тіптен анау тоқырау 90-шы жылдардағы тоқырау заманның өзінде Жапонияның, Кореяның ғалымдарын Қазақстанға әкеліп, біраз жұмыстар жүргізіп жүрдіңіз. Оның ішінде енді атап өту керек, сіз мынау аграрлық университет, қазіргі бұрын ауыл шаруашылығы, соның проректоры болдыңыз, Ағадиев мырзаға проректор орынбасар болдыңыз. Солтүстік Қазақстан университеті қазір Манаш Қозыбаев атында ғой. Сол жерде проректор болдыңыз. Мынау республикалық ұлттық биотехнология орталығында, мынау Степногорск қаласындағы, ол жерде де басшылық қызметте болдыңыз. Яғни сіздің еңбегіңіз өте көп. Соның ішінде мен сол назарды сіздің шетелдік әріптестермен байланысыңызға аударғым келіп отыр. Сол кездесулер, сол ғалымдардың Қазақстанға келуі қандай бір нәтижелерге қол жеткізді деп айтылады? Енді бұндай кездесулер өте көп болды. Соның ішінде мен бірнешеуін ерекше атап өткім келеді. Біріншісі мына жапон ғалымдарымен. 94 жылдан бастап Жапонияның екі орталығымен жұмыс істедік. Біріншісі JIRCAS дейді. Цукуба қаласында, Цукуба Science City дейді, Токионың 75 километр жерде үлкен халықаралық орталық. Оның ғалымдарымен Қазақстанды, Орта Азияны аралап, Қазақстандағы экологиясы, соның жайылымдары жерлердің құнарлығын зерттедік. Екінші орталығым JIRAC дейді. Japan Research Association for Kazakhstan деген. Оның бастығы Нориёши деген болды. Жапонияның Киото қаласынан. Олар енді анау біздің мынау экология жағы су жағынан зерттеді. Әсіресе Арал теңізін зерттеді. Олармен енді мысалы 95 жылы Қазақстанда түгел аралап, туған ауылыма дейін апардым. Анамның қолынан олар қымыз ішкен. Бірге отырып батасын алған. Соны айтайын дегенім, осы ғалымдар мына Қазақстанға қызығушылық өте күшті болды. Ол кезде енді басталып жатқан кез, әлбетте Қазақстанда Жапонның елшілігі ашылмаған. Мына визаны алу үшін біз Москваға баратұғымыз. Енді сол кезде бізде түсінбеушіліктер болды. Тіпті сол кезде олар не алған адамдар Қазақстанда не іздеп жүр, олар шпион емес дегендерді әңгімелерді болды. Болды. Қазір Құдайға шүкір заман басқа ғой. Міне олар біріншіден айтатын, Аралдың проблемасы тек Қазақстан проблемасы емес, ол бүкіл әлем проблемасы. Ғаламдық. Біз үшін Қазақстандағы экологиясы тұрақты болған керек деп, оның философиясы, көзқарасы мүлдем басқа. Қазір мен сол жапондармен кездесіп жалғастырып жатырмын. Қазір жақында Жапонияның Кен банкінің орталығының ғалымдары келіп кетті. Қыркүйек айында мен оңтүстік Қазақстанның 4 облысын аралап шықтым. Сонда олардың көріп отқаны Қазақстандағы ауыл шаруашылығының деңгейі қалай жүріп жатыр екен. Онда қандай асыл тұқымдары бар екен. Міне осы жұмыстарды қазір жалғастырып жатырмыз. Қазір 5 жылдық келісім шарт бар. Құдай берсе жақында біздің бір адамдарымыз сол жаққа тағылымдамадан өтуге де барады. Соның бәрі жапондар өздері талғап отыр. Бұл жерде бізге не береді деген сұрақты туғанда, біріншіден Жапонияның ғылымға көзқарасы. Онымен жұмыс істеген адамдардың өзінің ішкі жанұясы бәрі өзгереді екен. Себебі жауапкершілік қарау, нақтылық қарау, және мынау әр нәрсені бағалай білу. Сосын екінші жұмыс істеген орталығы менің мынау Кореямен. Осы жерде бір мысал келтірейін, Кореяның даму туралы. 1995 жылы Жапонияға барғанда, ол кезде Крапро деген компания болатын, Сеулға келіп, Сеулдан Киотоға Осакаға ұштық. Сосын қайтар жолда мен әлі Кореяда тоқтадым. Сосын Корея мен Жапония салыстырдым. Ол кезде Корея өте дамымаған әлі. Үртіп қарабайым. Екінші рет дәл сол жолмен 2015 жыл өттім. Енді қарап отырсаңыз, Жапония 6 жылдан кейін бе? 10 жыл, 20 жылдан кейін. 20 жыл. 20 жылдан кейін. Сонда Жапония одан әрі кетті. Бірақ Корея керемет қарқындан көшеді. Соңғы 20-30 жылда. Керемет таң қалдым мен. Олардан Конкук университеті, Кёнбук университеті ғалымдарымен жұмыс істедік. Ондағы біздің ойымыз мынау білім саласын жетілдіру. Сонда мына Кореялықтар қандай керемет еңбек қордан көрдім ғой. Жұмысқа нақтылық. Міне осындай алып келдік. Үшінші тағы бір айтайын дегенім, ұлттық аграрлық университетте проректор жүргенде Европа мен Германиямен жұмыс істедік. Штутгартта Хойнхаймда университеті бар.
Голландияда Вагенинген университеті бар. 8 жылдан мен солай стажировкада болып, мынау Депустатистің бір жобасын ұтып алдық. Міне, Құдайға шүкір, осы жұмыстар шет жағасы, одан әңгімені жалғастырып күту болады. Енді Айып Рашидұлы, ол сіздің шетелдік байланыстарыңыз шынында да көңіл қуантады. Солардың барлығы сөз жоқ. Қазақстанда ғалымдар плеядасын жас ғалымдарға өнеге, сол ғылымды қалай ұйымдастыру, қалай еңбек ету, нақты, таза еңбек ету, бір бағдарламаларды орындау мәдениеті сөз жоқ, біздің елге таралған анық. Енді соңғы сұрағым, Айып Рашидұлы, енді біз болашаққа бағдарланған елміз ғой. Бүгінгі күннің кемшіліктерін, әттеген айларын айтып жатырмыз, бірақ Қазақстанның даму болашағына біз сенеміз. Ол даму болашағын жасайтын біздің қазіргі жастарымыз. Сондықтан осы жаңа ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз деп, ғылым сүйген жастарға, ғылымның соңына түскісі келіп жүрген, түсіп жатқан жастарға не айтар едіңіз? Сонымен әңгімеміз аяқтасақ. Иә, бірінші кезекте мен ойымша, адамда бірінші кезекте не нәрсе болса да махаббат деген болу керек. Махаббат анадан басталады. Мен өз басым енді осы жағынан анама қарыздармын. Қазақ айтады ғой, анаң сүтімен келмеген, анаң сүтімен ембейді деп. Мен баяғыда анам тәрбие бергенде 84 жылы лениншіл жасқа сеніміңді ақтаймын деген мақалам шықты. Анама хат жазғам. Себебі ол маған хат жазады, ол хатты ешкім оқымайды. Сосын осы анама жазған хатымды газетке шығардым. Тағы бір қызығы, 1980 жылы Оразбек Бодық деген драматург сол менің хатымды Зылиха Тамшыбаева апамыз туралы жазған хатында пайдаланыпты кітабында. Сол күйінде хатымды екіге бөліп, бір бөлігін ұлының атынан, Серіктің, бір бөлігі қызы Магираның атынан Зылиха апамызға жазыпты. Сол жерде менің риза болғаным сондай, Талдықорғаннан келе жатқанда жолда зиратқа тоқтап, Зылиха апамыздың басына Құранды оқыдым. Себебі бұл махаббат, баланың анаға деген махаббат содан басталады. Сосын жүрегіне имандылық ұяту керек. Екінші керегі, білім ғылымға құштар болу керек. Білімді ғылымды іздеу керек. Оны басқа тоқу керек. Махаббат пен имандылықты жүрекке тоқсаңыз, басқа білім мен ғылымды тоқисыз. Үшінші, адал еңбек. Міне, қайрат, екі қолында қайратты пайдаланда, адал еңбекті пайдалан. Осы үшеуін тең ұстасаңыз, Абай атамыз айтқандай толық адам болып шығасыз. Өмірде өз орныңды табасыз. Көп рахмет. Абай атамыздың сөзі бір, қашан адам білім ғылымды махаббатпен көксерлік болса, оның аты адам болады деп, шын адам болады деп. Шынында да білім ғылым туралы біз бүгін көп әңгіме айттық. Ғылым қуған азамат қандай болады, ғылым бізге не береді, және ол жолда қандай адал еңбек ету керек, қандай ізденістер жасау керек. Енді жастарымызға, сіздерге Айып Рашидұлын осы өнеге есебінде көрсетіп отырмыз. Бүгінгі Ой қозғау подкастының да мақсаты осы болатын. Өкінішке орай бізде ғылым, инновация, адами капиталды дамыту тұсында көптеген кемшін тұстар бар. Жақында ғана осы енді соңғы ақпараттарды қарағанда біздің мынау конструкторлық, инженерлік, жобалық жұмыстарға бөлінетін қаржы әлі күнге дейін өте аз. Мысалы, басқа дамыған елдерде 4-5%-ға дейін болып жатса, бізде 1%-ға да жетпейді, 0,14%-ға сондай ғана екен. Соңғы кезде ғылымға енді көп қаржылар бөлініп жатыр, бірақ соның нәтижесі қандай болып жатыр? Сол жобалар қалай орындалып жатыр дегенде сұрақтар бізде бар, әрине. Соның барлығы түзетілмей, бізде адами капитал дамымайтыны анық. Сондықтан ғылымға көңіл бөлейік, жастарымыз ғалым болсын, ғылым жолына түссін. Оған біз бүгін әдейі осы Ой қозғау подкастында биология ғылымдарының докторы, ұлттық аграрлық ғылым академиясының академигі Айып Рашидұлы Ысқақовты шақырған болатынбыз. Айып Рашидұлы біздің хабарымызға қатысып, ой пікір бөліскеніңіз үшін, бағалы кеңестеріңіз үшін үлкен алғысымыз айтамыз. Аман сау болыңыз, алдағы болашағыңыз зор болсын, биіктей беріңіз, өрлей беріңіз. Сіздерге де үлкен рахмет. Осындай бір ақылдас алаңына шақырып, мүмкіндік беріп отқандарыңызға еңбектеріңізге табыс тілеймін. Аман, рахмет.